Ажырас деген сөзді осы күні бір стакан суды қылқ еткізгендей оп-оңай айта салатын болып кеткен сияқтымыз. Неге десеңіздер, бір әлеуметтік желілерде менің алдымнан шығып қалады. Бір танымал жандар, әлеуметтік желілерде бір жазылушылары, оқырмандары көп жандар ажырас, ондай адамнан құтыл деген сөзді жеп-жеңіл оп-оңай айта салады. Рас, бір тұрмыстық зорлық, зомбылық сияқты өмірде әртүрлі нәрсе болуы мүмкін ғой. Жағдайлар бір анық болатын болса, бір жеке танитын кісілер оларға кеңесін айта жатар. Бірақ танымай, білмей тұрып, экранның, телефонның бергі бетінде отырып алып, бірден ажыраса бер деп айту, меніңше ең кемі асығыстық сияқты. Жолдастарыңыздың шаңырағында бір ұрыс керіс бола қалса, сіздер де бір ақыл айтарда абайласаңыздар екен. Әлгі муж и жена одна сатана дейді ғой орыстар. Қателеспейік, меніңше екеуі бір шайтанға айналып кетті деген мағына емес, екеуіне бір шайтан деген. Яғни жұбайларды айыруға шайтан лағнет жұмыс істеп жатыр дегендей ғой. Айтайын дегенім, қазір қит етсе, әлі-ақ бұдан жақсысын тауып аласың деп ақыл айтатын да құрбылар бар. Бала белде, қатын деген жолда ғой деп қоқыстатын да ақылмандар табылып тұр. Екі жағының арасындағы, яғни тіліне абай болған адам түбі жәннатқа кіреді деген сөзде бір осы үшін айтылған болар деп өзім топшылаймын. Қатты бір қуып кеткен біреу болмаса, негізі ешкімге жамандық қаламайды ғой. Бірақ біздің ақыл деп айтып отырғанымыз келесі біреуге бір кеңес емес, керісінше бір кесір болып жабысып жүрмесе екен деймін. Сондықтан сақ болайық.